Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай дәмді ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тауықтың төс еті, сарымсақ, сәбіз, пияз, болгар бұрышы, көк пияз, удон кеспесі және соя тұздығы керек болады. Барлық керекті заттарымызды видеода көрсетілгендей соломка ретінде турап аламыз. Табамызға су құйып, тұз салып, қайнаған соң удон кеспесін салып 3 минут пісіріп аламыз. Шанышқының көмегімен араластырыңыздар, жабысып қалмауы керек. Енді табамызға май құйып, тауықтың төс етін жақсылап қуыратын боламыз. Арасын ашыңыздар. Оның үстіне сарымсақ пен жуаны салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сәбізімізді салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне шым-шым тұз саламыз. Қара бұрыш себеміз. Менде ашты чили бұрышы 1 ас қасық салып араластырамыз. Енді болгар бұрышын салып, тағы да араластыратын боламыз. Шамамен 5 минуттан соң соя тұздығын құйып, араластырып, бетін жауып 10 минутқа баяу отта қойып қоямыз. Үстіне көк жуаны салып, араластырамыз. Жаңа пісіріп алған кеспемізді салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің өте дәмді тағамымыз дайын, өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет.